Бүгінгі видеода мен сіздерге логикалық сұрақтардың 8-ші бөлімін дайындап қойдым. Видео бастамастан бұрын осы видеоға лайк басып каналға жазылайық. Ал ендеше біз видеоға кеттік. Бірінші сұрақ. Кәрі ханның 3 баласы болады. Және де ол хан өзінің тағын қай баласына беретінін білмейді. Ол балаларын шақырып сынамақшы болады. Балаларына бір дәннен береді. Осы дәнді жарты жылдан кейін кім үлкен ұлы өсіреді, соны таққа отырғызам дейді. Және де жарты жылдан кейін балаларын шақырады. Бірінші және екінші балаларының ағашы дұрыс өсіп келе жатты. Ал үшінші баласының ағашы өспеген. Бірақ хан үшінші баласын таққа отырғызды. Неліктен? Уақыт кетті. Жауабы: хан оларға өспейтін дәнді берген. Бірінші және екінші балалары ханды алдаған. Ал үшінші баласы ханды алдамай шындықты айтқан. Және де ол таққа отырған. Егер дұрыс тапсаң лайк бас. Ал біз келесі сұраққа кеттік. Екінші сұрақ. Өзендегі гүлдер күн сайын 2 есе көбейіп отырады. Олар 48 күнде өзенді толтырған. Сұрақ. Олар неше күнде өзеннің жартысын толтырды? Уақыт кетті. Жауабы: бұл сұраққа қатты ойланудың қажеті жоқ. Себебі олар 48 күнде өзенді толтырған болса, олар 47 күнде өзеннің жартысын толтырды. Себебі олар күн сайын 2 есе көбейетін еді. В корзине лежит 5 Үшінші яблок. сұрақ. Вам необходимо Себеттегі 5 разделить их алманы поровну 5 между адамға бөліп 5 беру людьми. керек. Но в итоге Бірақ в корзине себетте бір алма должно қалу остаться керек. одно Бұны яблоко. қалай істейсіздер? Как это Уақыт сделать? кетті. Жауабы: Если вы начали төрт адам выстраивать алманы сложные алады. математические Және де схемы, то соңғысы наверняка зашли алмасын в тупик. себетпен бірге алып Решение кетеді. намного проще. Раздав 4 яблока, последнее вы должны отдать прямо в корзине. И тогда вы соблюдете. Енді сіздің мұқияттылығыңызды тексерейік. Осы суреттерден екі бірдей суретті табыңыз. Уақыт кетті. Бесінші сұрақ. Осы суреттен бала өлтірушіні табыңыз. Уақыт кетті. Ал осы сұрақтың жауабын келесі видеода айтатын боламын. Ал келесі видео тез шыққанын қаласаңыздар, осы видеоға лайк басыңыздар және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Егер де каналға жазылмағандарыңыз болса, каналға жазылып қоңыраушаны басыңыздар. Сол арқылы біздің видеомызды бірінші болып көріп отырасыздар. Ал осымен біздің видеомыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.